Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Байдалиева Ләззат Бегайдар қызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдіктер мен жануарлардың ұлпаларын жіктеу. Бүгінгі сабақта өсімдік жануар ұлпаларының түрлерін білесіздер, ұлпаларға тән ерекшеліктерді ажыратасыздар, ұлпалардың құрылысындағы айырмашылық себебін түсінесіздер. Оқушылар суретке мән берейік. Мына суретке назар аударатын болсақ, сұрақ белгі орындағы жасырын суретті тауып, келесі суретті байланыстырайық. Жасы, бұл жерде сұрақ белгісінің орнында бізде ұлпа тұр екен. Сонда жалпы бұл суреттен біз бүгінгі тақырыбымызды жинақтаймыз. Тірі организмдердің жалпы денесі жасуша ұлпа мүшелер жүйесінен және ағза болып құрылады екен. Бұл суретке назар аударатын болса, бір кірпіш және үй суреті белгіленген. Бір кірпішіміз бір жасуша және осы кірпіштен бірнеше кірпіштер жинақтала отырып үйді құрайтын болса, жасуша да бір ғана жасушадан бірнеше жасушалар құрылымын құрайды екен. Бұл суретте құрылыммен атқаратын қызметі бірдей жасушалар тобын ұлпа деп айтамыз. Жалпы ұлпа түрлері өсімдік ұлпасы, өсімдіктер ұлпаларының 6 түрі бар екені белгілі, ал жануарлар ұлпасы 4 түрі бар. Өсімдік ұлпасы түзуші ұлпа, жабын ұлпа, негізгі ұлпа, механикалық ұлпа, өткізгіш ұлпасы және бөліп шығарушы ұлпадан тұрады. Жануарлар ұлпасы эпителий ұлпасы, дәнекер ұлпасы, бұлшықет ұлпасы және жүйке ұлпасынан құралады. Түзуші ұлпа меристема деп айтылады. Жалпы түзуші ұлпаның құрылысы жасушалары өте ұсақ, қабықшасы жұқа, вакуольдері де ұсақ, ядросы жасушаларының дәл ортасына орналасқан. Ұдайы бөлінуге қабілетті бір-біріменен тығыз жанасқан тірі жасушалардан тұрады. Қызметі: жасушалары ұдайы бөлінетіндіктен өсімдік өседі, бүршік жарады. Бүтеу гүлдер ашылады, тұқымнан жаңа өсімдік өсіп шығады. Өсімдіктердің ұзарып өсуі, ағаштың жуандауы, жас жапырақтардың үлкеюі түзуші ұлпаға қатысады. Орналасуы: өркен мен тамырдың ұшына астық тұқымдас өсімдіктердің бидай, жүгері, күріш сабақтарының буын аралықтарында, сабақ пен тамырдың қабық астында орналасады. Жабын ұлпа. Жабын ұлпаның қызметі өсімдік мүшелерін кеуіп кетуден, сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларынан сақтайды. Орналасуы: өсімдіктің барлық мүшелерінің сыртын қаптап тұрады. Жапырақ пен сабақ, жемістер, тұқымдардың сыртындағы жұмсақ және қатты тікенекті түктері. Жалпы жабын ұлпасының жіктелуі өң, тоз, қыртыс деп бөлінеді. Өң жасушалары тірі, бір-бірімен тығыз жанасқан, гүлдің бөлімдерін өсімдік мүшелері суды артық мөлшерде буландырудан, зақымдаудан қорғайды. Тоз көп жылдық өсімдіктерде өңнің орнын босататын қабат. Жасушалары алғашында тірі болғанымен біртіндеп қабықтары қалыңдап, қоңырлау түсті өлі жасушаларға айналады. Су мен улы газдарды жылуды, дыбысты ішке енгізбейді. Қабық жасушалары өлі болғанымен тереңіректегі тірі жасушалар бөлініп, діңнің көлденеңнен ұлғаюына, ағаш діңдерін өрттен, температураның күрт ауысуынан, күн сәулесінің күйдірілуінен, зиянды микробтардан қорғайды. Негізгі ұлпа
Негізгі ұлпа, жапырақтың негізгі ұлпасы көрсетіліп тұр, және екінші суретте тамырдың негізгі ұлпасының бейнесі көрсетілген. Негізгі ұлпаны паренхима деп атаймыз. Құрылысы: жасушалары тірі, пішіндері атқаратын қызметтеріне қарай домалақ, цилиндр, эллипс тәрізді. Жасуша қабықшасы жұқа, цитоплазма қабықшасын астарлай орналасады. Жасуша аралық кеңістіктері өте кең болады. Орналасуы: өсімдіктің барлық мүшелерінде қабықтан бастап барлық ұлпалардың арасын толтырып тұрады. Жапырақтың ортаңғы қабаты сабақ, тамыр, тұқым, түйнек, пияшық, тамыр сабақтың барлығында болады. Келесі ұлпа бұл механикалық ұлпа. Механикалық ұлпаны кейде тірек ұлпасы деп айтамыз. Қызметі: өсімдіктерге мықтылық, сертімділік, берікті қасиет береді. Тірек ұлпа өсімдіктердің мүшелеріне берікті қасиет беретіндіктен жануарлардың қаңқасы сияқты қатты соққан желге, нөсер жауынға сынбай төтеп береді. Құрылысы: жасушалардың қабығы қалың, сүректенген, белгілі бір тәртіппен орналасады. Алғашында тірек ұлпаларындағы жасушалар тірі болады. Кейін әбден қалыптасқандықтан қабығы қалыңдап, цитоплазмасы кеуіп, өлі жасушаға айналады. Орналасуы: өсімдіктің барлық мүшелерінде тамыр, сабақ, жапырақ жүйкелерінде, жемістің жұмсақ етінде, тұқымда, өрік, шие сүйектері мен жаңғақтың сыртын қаптап тұратын қатты қабықтар тағы басқа жерлерінде кездеседі. Өткізгіштік ұлпалар. Өткізгіштік ұлпалардың құрылысы: жасушалардың пішіндері әртүрлі ұзынша болып келеді. Жасушалық перделері мен қабырғаларында сүзгі тәрізді ұсақ тесіктер болады. Өткізгіш ұлпаның қызметі: жапырақта түзілген органикалық заттарды жер асты мүшелері мен сабақ, жеміс, тұқымға өткізеді. Топырақтан тамырдың сорып алған минералды заттардың ерітіндісі жер үсті мүшелеріне жеткізіледі. Орналасуы: тамырда, сабақта, жапырақта, жапырақ жүйкелерінде кездеседі. Өсімдіктің барлық мүшелерін бір-бірімен байланыстырады. Сондықтан барлық мүшелерінде өткізгіштік ұлпа орналасады. Бөліп шығарушы ұлпа. Құрылысы: жасуша пішіндері әртүрлі, қабықшасы жұқа, біртіндеп қалыңдайды. Орналасуы: өсімдік мүшелерінің әр жерде шашыранды болып жатса, барлық мүшесінде тамыр, тамырсабақ, жапырақ, сабақ, гүл, жеміс тұқымдарында кездеседі. Қызметі: сүтті шырын, эфир майы, шірне бөледі. Зат алмасуда бөлінген артық заттар мал жемеуден, ауру тудыратын микробтар мен зиянды бунақделелерден сақтайды. Жануар ұлпасы төртке бөлінеді: эпителий ұлпасы, дәнекер ұлпа, бұлшықет ұлпасы және жүйке ұлпасы. Осы жануар ұлпасына жеке-жеке тоқталатын болсақ, бірінші, эпителий ұлпасы текшелі эпителий бүйректің өзекшелерінің іш жағын астарлап тұрады. Жалпақ эпителий көп қабатты жасушалары көп қырлы, терінің үстіңгі қабаты мен ауыз қуысы өңештің ішкі жағын астарлайды. Жалпы эпителий ұлпасының қызмет құрылысы: пішіндері жалпақ, төрт бұрышты және цилиндрлі болып келеді. Эпителий ұлпасының қызметі: жасушалары тікелей зақымдаудан, химиялық заттардың әсерінен, бактериялардың ағзаға еніп кетпеуінен қорғайды. Жалпы эпителий ұлпасының орналасуы: грекше, эри, үстіңгі беті, жабын тері жабыны ұлпа мүшелерінің
сыртқы жағын жауып, ішкі мүшелерді асқазан, ішектер, несепағар, мұрын қуысы, ішкі секреция бездері және тағы басқа мүшелерді астарлап жатады. Келесі ұлпа бұлшықет ұлпасы. Бұлшықет ұлпасын бірыңғай салалы бұлшықет, көлденең жолақты, қаңқа бұлшықеттері және жүрек бұлшықеті деп үшке бөлеміз. Бірыңғай салалы бұлшықеттер ішкі мүшелердің ішкі жағын, ішек, асқазан, қан тамырлар, қуық бездерінің өзектерін астарлап жатады. Жиырылғанда ішкі мүшелердің көлемін өзгертеді. Олардың жиырылуы баяу, әрі ырғақты және адамның еркінен тыс жүзеге асады. Көлденең жолақты бұлшықет дейтін себебіміз, бұлшықет талшықтары көлденеңнен жолақтанып жатады. Жүрек бұлшықеті көлденең жолақты болғанымен адам еркінен тыс жиырылады. Ондағы бұлшықет талшықтары өте жіңішке және олар өзара торланып жатады. Жүректің бұлшықет жасушаларында бір ғана ядро бар. Келесі ұлпа дәнекер ұлпасы. Дәнекер ұлпасы қан, сүйек, шеміршек, талшықты болып бөлінеді. Дәнекер ұлпасы барлық ұлпалар тобын біріктіріп, дәнекерлеп тұрады. Қан тамырларын, жүйкелерді қоршап, мүшелердің арасындағы кеңістікті толтырып тұрады. Терінің бұлшықеттермен байланыстырып, терінің астында борпылдақ қабатты түзеді. Жасушалары бір-бірімен тығыз орналасып, ұлпаның біркелкі мықтылығын қамтамасыз етеді. Дәнекер ұлпасына сүйек, шеміршек, сіңір, майлар, қан, лимфа жатады. Сүйекті дәнекер ұлпасының жасушалары тірі, қан тамырлар мен жүйкелер торлап жатады. Шеміршекті дәнекер ұлпа жасушалары домалақ пішінді, әр жерде топтанып тұрады. Жасуша аралық заттары мөлдір болады. Келесі ұлпа жүйке ұлпасы. Жүйке ұлпасы жүйке жасушаларынан, нейрондардан және нейроглиялардан түзілген. Жүйке ұлпасының негізгі массасы нейроглия жасушаларынан тұрады. Олар қоректік, қорғаныштық және тағы басқа қызметті атқарады. Құрылысы. Жүйке жасушасының құрылысы денеден бір ұзын және көптеген қысқа өсінділерден құралады. Жасушаның ұзын өсіндісін аксон деп айтамыз. Тармақталған қысқа өсіндісін дендриттер деп айтамыз. Жүйке жасушасын нейрон деп атайды. Қызметі қозуды өткізіп, тітіркендіргіштікке жауап қайтарады. Оқушылар, бүгінгі өтілген сабағымыздағы материалдарды қорытындылай келе, келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырма суретке мұқият қараңыздар. Бүгінгі сабағымызда жасуша және өсімдіктер ұлпаларын суретке мұқият қарай отырып табасыздар. Келесі суретті пайдалана отырып өсімдіктер мен жануарларды жіктеңіздер. Жақсы балалар, енді берілген тапсырмада суретке мұқият қарайтын болсақ, А және С суретінде бұл өсімдік ұлпасы көрсетілген. Екінші тапсырмада суретті пайдаланып ұлпаларды, өсімдіктер мен жануарларды жіктейтін болсақ, өсімдік ұлпасының 6 түрі бар екенін, жануар ұлпасының 4 түрі бар екенін білдік. Өсімдік ұлпаларына алдыңғы тапсырманы еске түсіретін болсақ, бұл жерде өсімдік ұлпасының 6 түрі түзуші, жабын, егізгі, механикалық, өткізгіштік және бөліп шығарушы ұлпадан тұратындығын білдік. Және жануар ұлпасы бұл эпителий, дәнекер, бұлшықет және жүйке ұлпасынан тұратындығын айтамыз. Оқушылар, бүгінгі өтілген тапсырманы жинақтай отырып, мұғаліммен кері байланыс жасауды
ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.